Бұл мейрамханада даяшылар адамдар емес, маймылдар. Қазір бәрін баяндаймын. Әзірге осы видеоға лүпіл басып, парақшама жазылып қойыңыз. Бұл Жапония мемлекеті. Уцуноми қаласында орналасқан Каябуки таверн мейрамханасы ешбір қонағын бейжай қалдырмайды. Мұнда көзге үйреншікті әдемі даяшы қыздар жоқ. Даяшы қызметін атқаратындар тек маймылдар. Мейрамханада 3 қызметкер жұмыс жасайды. Аспаз әрі қожайыны Каору Уцука және 2 макака, Фукучан және Ятчан. Даяшылар дастарханды жинайды, тапсырыс берген сусындар мен тағамдарды алып келеді. Сондай-ақ төлемді де қабылдайды. Сондықтан Жапонияға барып, маймылдардың қолынан шай іше аласыз. Авиасалс KZ қосымшасында Алматыдан Токиоға билет небәрі 170 мың теңге тұрады. Егер осы бағытқа жазылып қойсаңыз, бағасы тағы арзандағанда сізге хабарлама келеді. Сондықтан Жапонияға барсаңыз, бірінші кезекте Каябуки тавернге баруыңыз керек. 10 жылдан аса жұмыс жасап келе жатқан бұл мейрамханаға бірде-бір қонақ жағымсыз пікір қалдырмаған екен. Әрине, даяшы маймылдар тапсырысыңызды төгіп шашып әкелуі мүмкін. Алайда сізге мәңгі ұмытылмайтын жағымды әсер қалдыратыны анық. Солай.